Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай жұмсақ ортасына пияз қосылған қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап сен де жасап көр. Ал кеттік. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып араластырамыз. Енді ұнымызға дрожжымызды салып, сұйық майымызды құйып, жаңа тұз қосылған суымызды құйып, орташа тығыздықта қамыр елеп аламыз да бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді ортасына салынатын салманы жасаймыз. Пиязымызды турап, керегенше тұзымызды салып, мыжып жақсылап 5 минутқа шетке қойып қоямыз. Мұны бізде 1 сағат көлемінде қамырымыз ашыды. Енді қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөліп, жақсылап ішке қарай қайырып, осылай қойып қоятын боламыз. Бетін міндетті түрде жабыңыздар. Енді майын дайындаймыз. 72% майымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап ерітіп аламыз. Ары қарай біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызға ұнды жаймен жай қосып отырып, жұп-жұқа қамыр жайып аламыз. Қамырымыз қалың болып қалмасын, міндетті түрде жұп-жұқа қамыр болу керек. Енді осы жайылған қамырымыздың бетіне керегенше жаңағы майымызды құямыз да, қолымызбен бүкіл жеріне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Артық май құймаңыздар, ол бізде жаңағы май көп болып кетеді. Енді керегенше пиязымызды саламыз. Пиязды ұнатсаңыздар көбірек, ұнатпасаңыздар азырақ салыңыздар. Енді дәл видеодағыдай орап аламыз да табамызға орналастырамыз. Енді келесі көшемізді де жұп-жұқа қылып жайып, бетіне майымызды жағып, пиязымызды салып, тағы да осылай ішке қарай орама тәрізді қылып орап аламыз да, жаңағы бірінші күлшенің жанына осылай орайтын боламыз. Енді бетін жақсылап осылай басып жайып жібереміз де, жұмыртқамызды жағдай, жұмыртқаның сарысын жағып, 220 градустағы пешке, қызып тұрған пешке салып пісіріп алатын боламыз. Мұны бізде осындай жұмсақ, енді шаймен ішкенге өте күшті тәтті нан шықты. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, ұнаса комментарий қалдырыңыз.